Сәлеметсіздер ме, гүлсүйер қауым? Бүгін біз үй гүлдерін күтудің тағы да бір әдісін сіздермен бөліспекшіміз. Қазір сәуір айы, сондықтан жаңағы гүлдерге тыңайтқыштар керек, жапырақтарын жайып гүлдеу үшін. Мынау бізде жаңағы жалбыз, яғни мята дейміз ғой. Мятаның жаңағы бір түрі мелисса деген. Бұны біз жапырақтарын кесіп, төрт ыдысқа өсіргенмін. Мынау алғашқы өсірген мята жалбызымыз үлкен болып уже мінекей биіктеп өсіп баратыр. Мыналарды кейінірек мінекей не қылғанбыз, отырғызғанбыз. Бұлар да жаңағы өсіп келе жатыр. Түп жағынан кішкене екі бұтақша беріп келе жатыр. Әнекей мынау түп жағынан бұтақша беріп келе жатыр, және сонымен бірге мынау да міне түп жағынан екі бұтақшаны шығарып келе жатыр. Анау төртіншісі ол да енді ғана тамырын алып солай өсіп келеді. Қазір бүгін біз бұларды суарамыз. Бүгінгі гүл күтімінде мен үй гүлдерін мынадай калий перманганатымен, яғни марганцовка дейміз, осы марганцовкамен суармақшымыз. Бұл марганцовканың жаңағы пайдасын кішкене айта кетсек, бұлар енді мынау көктем шығып келе жатқаннан кейін әртүрлі топырақтың арасында, не болмаса мынау жапырақтарға әртүрлі микроорганизмдер пайда болуы мүмкін. Сонымен көбелектер, шығындар деген сияқты. Сондықтан осындай жаңағы насекомдардан залалсыздандыру үшін, яғни сақтау үшін біз бір мезгіл осы марганцовкамен суаруымыз қажет. Қазір марганцовканың қақпағын ашып, мынау суға кішкене тамызамыз. Аса қатты көп құймаймыз, осы жетіп жатыр. Мына жерде 2 литрдей су бар. Оны қазір кішкене араластырып, біркелкі түске келтіреміз. Араластыру арқылы. Бұл жаңағы марганцовка қолға жаңағы қиыршықтары түсіп кетпегені жөн, өйткені күйдіріп жіберетін қасиеті бар. Сондықтан марганцовкамен жаңағы дұрыс жұмыс істеуіміз керек. Қауіпсіздік шараларын сақтауымыз керек. Ыдыста марганцовканың түсі осындай болды. Енді осы суды жаңағы мына гүлдерге бөліп құямыз. Жаңағы бөлме гүлдерін марганцовкамен суарған кезде оның ішінде қиыршықтардың болмағанын әбден мұқият қарау керек, тексеру керек. Және мына түсі осы түстен кейде кішкене қою болса да ештеңе етпейді, сәл ғана. Өйткені жаңағы мына гүлдердің тамырында шірігендері болса, соларды әрі қарай сақтау үшін оған көмектеседі. Сосын жаңа тағы да қайталап айтам, жапырақтардың шеті қурап, не болмаса ортасы қурап, кеуіп қарайып қалатын кездер болады. Соның барлығына бұл жақсы әсерін береді. Мынау жапырақтың шетіндегі тұрған өткен жолы немен таблеткамен суарғанмын бұның алдында 2 апта бұрын. Сонда күйіліп кеткен ғой, сол мынадай болып тұр. Ештеңе етпейді. Енді міне әрі қарай осы жалбыз гүлінің қалай өсетіндігін тағы да әрі қарай бақылаймыз. Енді мынау көктем шығып күн жылынып келе жатыр. Топырақтың арасында микроорганизмдер болуы мүмкін, не болмаса майда қара шыбындар келуі мүмкін. Осының барлығынан марганцовка жақсы сақтайды. Жақсы, сау болыңыздар. Гүлдеріңіз әдемі болып өсе берсін.